Қайырлы күн, құрметті әріптестер, және де менің арнама жаңадан қосылып отырған оқырмандар. Мен сіздермен бүгін ең қызықты әдістермен бөлісетін боламын. Алдымен менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Күту уақыты әдісін ұсынбақпын. Күту уақыты оқушыларға ойлануға және жауап беруге мүмкіндік береді. Сыныптағы балалар барлығы бірдей бір бағытта және жылдам ойламайды. Күту оқушыларға өз ойларын жинақтауға және қойылған сұрақ төңірегінде ойлануға мүмкіндік береді. Күту уақыты әдісінің екі үлгісі бар. Мұғалім айтады. Одан кейін оқушылар өз жауаптарын бергенге дейін кідіріс жасайды. Оқушы жауап беруді аяқтайды және мұғалім оның жауабына ықпал еткенге дейін кідіріс жасайды. Бұл амал оқушыға толықтыруға және жалғастыруға немесе басқа оқушыға жауап беруіне мүмкіндік береді. Келесі адасқан сөздер әдісі. Мақсаты ойлау қабілетін дамыту. Ережесі оқушыларға орын ауысқан сөздер беріледі. Яғни бір немесе бірнеше сөйлем беріледі. Оқушылар сол сөйлемдерді орнына келтіріп, сөйлемдерді байланыстыру қажет. Келесі құпия зат әдісі. Мына зат бойынша, яғни заттың суреті немесе өзі көрсетіледі. 5 сұрақ құрастырыңыз. Бұл не деп сұрамаңыз. Оқушылар не екенін сұрамай, сұрақ құрастыру қажет. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғыс айтамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.